Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үйреншікті таңғы астарыңызды түрлендіретін керемет рецептпен бөліскелі отырмын. Бұл мыхлама немесе құймақ деп аталатын түріктердің атақты таңғы асқа ұсынылатын тағамы. Алдымен құрғақ табамды төмен отқа қойып, сары майымды салып ерітемін. Майды отта ұзақ ұстаудың қажеті жоқ, сәл ғана ерісе болғаны, күйіп кетуін болдыртпас үшін арасын көп ұзатпай жүгері ұнын саламын, араластырып отырып қуырамын. Отын орташаға жоғарылатамын, шамамен 2-3 минуттан кейін осылай көпіре бастайды. Сосын ашық қоңыр түске еніп, жақсылап жүгері ұндары қуырылғаннан кейін суымды құямын. Суды жақсылап сіңіргеннен кейін қоймалжың крем тартис массаға айналады. Солай 3-4 минуттай қайнатамын. Бетінен бір шымшым тұзымды себемін. Консистенциясы қатты қою емес, қатты сұйық та емес. Енді алдын ала үкіштен өткізілген сырды саламын. Бұл тағамда негізгі ингредиенттердің бірі сыр болғандықтан сапалы, жақсы сыр таңдағаныңыз абзал. Сонда мыхлама созылып, көрінісі керемет болады. Осынша ғана уақытта отбасыңызға ұмытылмас көңіл күй сыйлайтын өте дәмді таңғы ас дайын болды. Дәстүрлі түрде табасымен бірге жанына нан қойылып ұсынылады. Ал сіз өз қалауыңыз бойынша жасаңыз. Әдеттегідей толық рецепт описание бөлімінде. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.